Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін осындай гүл ханымды жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен жұмыртқа, тұз, су және ұн қажет. Жұмыртқамызға жарып аламыз табаққа және тұзымызды суға салып, араластырып, табаққа құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, тұзын ертіп аламыз. Осылай барлығы біркелкі болып болғанша араластырып аламыз. Бәрі араласып болған соң ұнды салып, жақсылап иі қанғанша илейміз. Қамырымыз өте қатты емес және өте жұмсақ емес, орташа қамыр болуы керек. Қамырды жақсылап иі қанғанша илеп болған соң осындай жұмсақ емес, қатты емес, орташа қамыр болады. Енді қамырымызды пакетімізге салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етті, пияз, картоп және сәбіз керек. Мен етке құйрықты осылай турап салдым. Және де картошканы 4 бұрышты етіп, көбік етіп турадым. Сіздер өз қалауларыңызша турасаңыздар болады, немесе үкіштен өткізсеңіздер де болады. Ал сәбізді мен теркадан өткіздім. Осылай барлығын өткізіп алдым. Осылай барлығын өткізіп болғаннан соң пиязымызды да үкіштің ең үлкен бөлігінен өткізіп салдым. Енді дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз және дәмдеуішті салып барлығын араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің начинкамыз, салмамыз дайын болды. Осындай әдемі болып шықты және бұл өте дәмді болады. Енді қамырды тоңазытқыштан алып, ұн сеуіп, жайып аламыз. Қамырды қалың етіп емес, жұқа етіп жайып аламыз. Біз қамырымызды толықтай жұқа етіп жайдық. Өте жұқа болып жайылды. Енді бетіне сұйық майды құйып, осылай щеткамен немесе қолымызбен барлық бөлігіне жағып. Енді осылай ұзын етіп кесеміз. Өте қатты ұзын болған жерлерін екі бөлікке бөліп кессеңіздер болады. Мен бұлай екіншісін ұзын етіп қойыппын. Соны екіге бөліп орасаңыздар да өте әдемі кішкене ғана розочка болады. Гүл сияқты болып шығады.
қамырдың бетіне осылай ұзынша етіп салмамызды салып шығамыз және әр жерінен осылай түйіп шығып және шетінен домалақша етіп орайтын боламыз. Барлығын осылай түйіп аламыз. Сосын жанынан бастап осылай орайтын боламыз. Бұлай орау ыңғайсыз болса, сіздер жанына жатқызып, солай да орасаңыздар болады. Бұлай ораған кішкене қиынырақ, ұзын болып кетті менікі. Сіздер кішкене анандай қысқалау етсеңіздер болады. Осындайдың көмегімен жайлап алып листке салатын боламыз. Біздің Гүлханымыз дайын болып қалды. Енді суды қойып, қайнағаннан кейін буда пісіріп алатын боламыз. Бетіне міндетті түрде аздап май жақсаңыздар болады, өйткені ол май жақсаңыздар беті қатпай піседі. Міне біздің ханымыз дайын болды. Бұл Гүлханым бетіне өз қалауларыңызша кетчуп немесе айран, қаймақ сеуіп жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Мен жарты қамырына осындай орама ханымда жасадым. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.